қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада мәтінді оқып, өзіміз сұрақ дайындауымыз керек. Сұрақтарды: біріншісі, дүниеге келген сәбиге жарасымды есім қою дәстүрі қалай аталады? Екіншісіне, сәбиге ат қою құрметін неге жасы үлкен сыйлы адамға береді? Үшіншісі, қыз балаға ұл болсын, ұл мекен деп ат қоюының себебі неде? Төртіншісі, ат қоюда қазақ халқының қандай дәстүрлерін байқауға болады деп сұрақтар құрастырамыз. Ал екінші тапсырмада суреттерге қарап, үлгі бойынша сұхбатты жалғастыруымыз керек. Отбасымызда қуанышты күн. Бәріміз тағатсыздана анам мен әкемді күтіп отырмыз. Көптен күткен сәт. Есіктің дауысын естіп барлығымыз жүгіре шықтық. Әжем: міне, шаңырағымызға сәби келді. Енді атын қояйық. Атам: иә, баланың болашағы жарқын болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы азамат болсын деп Нарұлы деген ат қояйық. Қариямыз жаңа туған сәбиге азан шақырып атын қойды. Сенің атың Нарұлы деп 3 рет құлағына сыбырлады. Келесі тапсырмада әркім өз есімі туралы сұхбат құрастыру керек. Менің кейіпкерлерім Нарұлы және Ұлжалғас. Нарұлы: сенің атыңды кім қойды? Ұлжалғас: менің атымды атам қойған. Ол кісі біздің үйдегі жасы үлкен қариямыз, ақылшымыз. Әкемнің әкесі үйдің құрметті адамы. Ал сенің атыңды ше? Нарұлы: менің есімімді әкем қойған. Есімі ерекше, еліне қызмет атқаратын азамат болсын, нағыз патриот болсын деген ниетте. Ұлжалғас: сенің есімің қандай әдемі, Нарұлы? Нарұлы: сенің де есімің әдемі, Ұлжалғас. Осы жерде Ұлжалғас және Нарұлы деген кейіпкерлердің орнына өз есімдеріңізді жазуға болады. Келесі 4-ші тапсырмада қолқа салу, өтініш білдіру, сұрау, өтіну деген мағынаны білдіреді. Ырымдау: қазақ халқы бір оқиғаға ерекше мән беріп, соған ұқсасын, жақсы болсын деген жақсы үміт пен сенімді қалыптастыруы. Азан шақырып ат қою: бала дүниеге келгенде құлағына 3 рет сыбырлап, атын айту арқылы баланың есімі ел ішінде естіліп, орнығып кетсін, әрі қасиетті, мағыналы болсын деген сеніммен жасалынатын дәстүр деп өзіміз түсіндірмелерді жазып шығамыз. Келесі 5-ші тапсырмада менің атым қалай қойылды деген тақырыпта шағын мәтін жазамыз. Менің атым Азат. Бұл атты маған атам қойыпты. Атам бұл бала еркін, рухы мықты, елінің азаттығын қадірлейтін азамат болсын деп ырымдап, осы есімді таңдаған екен. Әркім атымды айтқанда мен мақтанышпен жауап беремін. Себебі менің атымда үлкен мағына жатыр. Мен өз есімімді мақтан тұтамын деп кейіпкеріміз өз есімінің қалай қойылғанын айтып тұр. Балалар, бұл тапсырмада әркім өзінің есімін жазуы керек. Қателесіп Азат деп жазып қойып жүрмеңіздер. Жақсы ма? Келесі де қазақ тілі тапсырмаларын менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк, комментарий жазып менің каналымның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар.